Ғылымдар тоғысындағы наурыз. Ғылыми тұрғыдан, жаңағы астрономиялық тұрғыдан құбылыс ретінде күн мен түннің теңелетін кезінде осы мейрамның тойлануы да ерекше мәнді. Біздің аталарымыздың табиғи білімі кейде бізден гөрі көш ілгері. Табиғатты сезуі, табиғатпен үндестігі тіршілігінің. Ата-бабаларымыздың көшпенді деп айтқанның өзінде, сол көшпенділік өмірдің өзінде жұлдызды әлемді өте жақсы білгеннің бірден бір басты дәлелі. Бұл ұлы іс деген сөз. Өйткені бұл адамның қолынан жасалатын іс емес. Бұл уақыт жаңа уақытпен, уақытты жаңартумен, бүкіл ғаламды жаңарту тек ұлы іске тән. Бұл тек қана жаратқанға тән. Сондықтан ұлы істің ұлы күні деген осыған айтылған деп есептеймін. Астрофизика. Қазір бұл Еуразиялық үлкен кеңістікте тойланады. Ахметов Әділ Құманжанұлы, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшысы, филология ғылымдарының докторы, профессор, төтенше және өкілетті елші, дипломатиялық ранг иесі. Еуразия деген өзі ұшы-қиыры жоқ кеңістік қой. Адамзаттың бұл жай ғана мейрам емес, ғылыми негізі бар мейрам екенін көрсетеді. Астрономиялық тұрғыдан. Жан-жақты айтып қарайтын болса, бұл мейрам әлі мәңгілік тойланатын, өрісте беретін ұлы мейрам деп айтуымыз керек. Тіпті байырғы гректердің өзі де бұл мейрамды тойлаған. Жалпы, егерде ғылыми тұрғыдан келетін болсақ, адамзаттың космоспен байланысын сезгендіктен басталған мейрам деп айтуға болады. Зороастризм дінімен де байланысты бұл. Себебі 22 наурызда күн мен түннің теңелетін кезі, бұл қыстың кетіп көктемнің басталатын кезі. Или астрономиямен байланысты, себебі күннің көзі эклиптика мен жүріп отырып, мынау аспан күнбезінің экваторын кесіп өткен кезде күн мен түн теңеледі. Сауытбеков Сейіл Сейтенұлы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде еңбек етеді. Ғарыш, космостық және ақпараттық технологиялар саласында ғылыми еңбектері бар. Оңтүстік және солтүстік жарыс шарларды күннің көзі бірдей қыздырады деп айтуға болады, немесе күн мен түннің мезгілі бірдей болады деп. Содан бастап, жаңа жылдың санау басын халық таңдап алған. Сондықтан ол қыс бітіп, жаңа көктемнің басын білдіреді. Былайша қарағанда бұл астрономиялық жағынан жылдың басы деп дәл анықтау санауға болады. Оны тек қана шығыс халықтар емес, мысалы 26 наурызда ежелгі ағылшындарда, мысалы гректерде 21 наурыз күн атаған. Сол сияқты астрономияның бәрі білгендіктен, мысалы ацтектер, майя және астрономияны енді біз Ұлықбекті жақсы білген дейміз. Өйткені бұл астрономия ғылымында тропикалық жыл дейді. Тропикалық жыл тап сол 21-22-сінде 21 мен 22-сінен болатын күн мен түннің теңелуінен басталады. Содан айналып, қайтып сол күн мен түннің теңелуіне келгенге дейін бір жылды соны тропикалық жыл дейді. Тропикалық жыл деп отырғанымыз жаңағы 365 тәулік 5 сағат 48 минут 40 секунд. Наурыздың 22-ші тәулігінде 3 күн бойы кең далада үлкен бір қатты бір гул естіледі деген аңыз бар, тағы бір аңыз. Ол аңызды сол қазақтың өзі бекерден-бекер ойлап шығарып отырған жоқ. Сол аңызда жаңағы гулді даладағы мынау қойдың өзін қасиетті санайды ғой. Қойдың өзі жұмақтан шыққан деп санайды. Жұмақтан шыққан қой мен оны бағып жүрген қой шешеуі ғана естиді екен. Жаңағы гулді.
ол күн сол жаңағы адамға ерекше бір жаңағы мәртебе береді, қуаныш сыйлайды, бақыт сыйлайды, сондай мағынада. Енді қарап отырсаңыз, бұдан 3000-дай жыл уақыт бұрын біздің мына күн мен түннің теңелу нүктесіндегі белгіміз, жұлдыздық белгіміз, ол жаңағы қойдың қошқарына ұқсайды. Қошқардың мүйізіне ұқсайды. Қошқардың мүйізіне ұқсайды. Неге? Көрдіңіз ба? Сол күн мен түннің теңелу нүктесі тоқты шоқжұлдызына сәйкес келгендіктен. Тоқты шоқжұлдызына сәйкес келгендіктен ол жаңағы тоқты деп аталып кеткен. Оған астрономия ғылымында қошқардың мүйізінің белгісі қойылады. Бұл жөнінде Қасен Әбішев деген физика-математика кандидаты кезінде «Аспан сыры» деген кітап жазған. Сол кітабында оған арнайы бөлім берген. Біздің ата-бабаларымыздың көшпенді деп айтқанның өзінде, сол көшпенділік өмірдің өзінде жұлдызды әлемді өте жақсы білгеннің бірден бір басты дәлелі. Қошқар жаңағы тоқты жұлдызын тани білгендігі, күн мен түннің теңелетін кезін білетіндігі, сол күн мен түннің теңелгеннен кейінгі наурыз айындағы көктемнің басталатындығы, осының бәрі сомен бәрі сәйкестеніп жатыр. Тарих. Наурыз мейрамы парсыдан келген сияқты болып, сондай әсер қалдырады жаңағы сөздерде. Артықбаев Жамбыл Омарұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде еңбек етеді. Шын мәнінде наурыз парсы халқы пайда болмай тұрғанда, түрікті әлде парсыдан ажырамай тұрғанда, үнді Еуропа халықтарды осы даладан әлі кетпей тұрған уақытында тым ерте замандарда басталса керек. Наурызға байланысты әңгімелерді Машхур Жүсіп Көпейұлының шежіресінен біз көп кездестіреміз. Машхур Жүсіп Көпейұлы наурыз мерекесін сонау Нұх пайғамбардың заманымен байланыстырады. Машекеңнің айтуына қарағанда, Нұх пайғамбардың кемесі Қазығұртқа келіп тоқтаған күн осы наурыздың 22-сіне сәйкес келетін сияқты. Палеолит кезеңінен мезолитке өту кезеңі дейміз, тарихи кезеңдестіруде. Кейін неолит дәуір деген жаңа дәуір келді. Бұл кезеңде Еуразиян халықтар бір-бірінен әлгі ірге ажырата қоймаған, көпшілігі былай жіктеліп шыға қоймаған деп айтуға болады. Жіктеліп шығу процесі кейін болды. Біздің ерамыздың сол 4-ші мыңжылдықтарында біздің ұлы даладан шумер тайпаларына таяу шығысқа қарай жылжыды, Кіші Азияға. 3-ші мыңжылдықта үнді Еуропа тайпалары батысқа қарай, батыс Еуропаға қарай жайылды. Кельттер, оның соңынан германдық тайпалар батысқа қарай жылжыды. Ақыр түбінде ұлы далаға 2-ші мыңжылдықтарына иран тілдес халықтар, үндіс ари халықтары ұлы даладан оңтүстікке қарай жылжыды. Ақыр соңында ұлы далада түркі-моңғол халықтары ие болып қалдық. Яғни сол бізбен туыс, бізбен ары алыс ағайындас жаңа халықтардың ірге ажыратпай тұрғанында бұл наурыз мейрамы бар деп біз сондай бір қорытынды айта аламыз. Нау деген сөз бізде де науа, сонда байлық, ырыс, су мағынасында айтылады. Науа қор, суда сақтайтын орын есебінде айтылады. Батыс халықтарында, парсы халықтарында жаңа деген мағынада қолданылады. Ырыс күн деп айтады. Біз ырыс ол береке деп айтамыз. Жалпы мүмкін түпкі мағынасы бізде сақталған болар деп отырмыз сөздерді. Тарихы сонау арғы терең аңызға кетеді. Жүніс Сахиев, Ғылым академиясы астрономия геодезия қоғамының толық мүшесі. Публицист, 11 фантастикалық романдары жарық көрген. Қазақстан жазушылар одағы әдеби сыйлығының лауреаты. Нұх пайғамбарына дейін барып тіреледі. Бұл Нұх пайғамбары бәріміз білеміз, аңдардың, құстардың жұп-жұпын, адамның жұп-жұпын топан судан құтқару үшін кемеге артып, сөйтіп
тоқтайтын жер іздейді ғой. Тоқтайтын іздеп келіп жүзіп барып Қазығұрт тауына тоқтайды. Қазығұрт тауына тоқтаған кезде аңыз бойынша сол мезетте топан су кейін қарай кете беріпті да, су басылып, жер көгеріп, гүл бәйшешек жайнап, содан бәрі кемеден түсіп, апыр-топыр қауышып, қуанып бір-бірін адамдар. Сөйтіп, сол кезде аспаннан үлкен қазан түсіпті. Сол үлкен қазан түсіп, сол қазандағы алғашқы дәм жаңағы Наурыз көжеден бәрі дәм татып, содан бастап бұл ұлыстың ұлы күн деп атап кеткен екен. Алматы қаласынан 142 шақырым жердегі көне ежелгі обсерватория орны бар. Оны биология ғылымының докторы Мариковский деген кісі сол арнайы барып зерттеген. Ол жөнінде ол кісі ғылым академиясының жаршысы делінетін журналға үлкен мақала жазған бұл жөнінде. Қазақстан территориясындағы ежелгі астрономиялық құрылыстар деген мақала жариялады. Сол мақалада осы соның қандай рөл атқарғанын бәрін ашып айтады. Сол обсерваторияның орнында әлі күнге дейін қазір сызықтар бар. Сызықтар мысалға сол сызық шығыстан батысқа, солтүстіктен оңтүстікке қараған сызықтар. Соның бір сызығы күн мен түннің теңелу кезінде, күн шығыстан көтерілген кезде, соны түскен сәулесін көрсетеді екен. Міне дәлме-дәл көрінеді. Бұл үлкен дәлел. Мәшһүр Жүсіп Көпей ұлы атамыз жазып кеткен. Ол кісі бір Наурыздың мерекесіне қатысқан. Наурыздың бірінен бастап 8 күн бойы мерекеленді дейді. Қазіргіше айтсақ, ол 14 Наурыздан 21-не дейінгі. Енді 22-сін біз мереке қылсақ, сонда 9 күн бойы бізде негізінен осы мереке жүруі керек. Ерғали Серік Әбдірешұлы, мәдениеттанушы, Халықаралық Түркі Академиясының редакторы. Наурыз салт дәстүрлерін зерттеген. Нау мен ырыс кітабының авторы. Осының бәрін қалпына келтіріп біз мерекелейтін болсақ, Наурыздан асқан ұлы мереке жоқ. Және оны біздің Ахаң Ахмет Байтұрсынов та жазады, Міржақып Дулатов та жазып кеткен, Әлихан Бөкейханов та жазады. Алашордашылардың көбі осы тақырыпқа келген. Мәшһүр Жүсіп атамыз жаңағыдай жазып кеткен. Бұны тіпті Абай бабамыз да Наурыз туралы Шәкәрім де жазады. Бұған қалам етпегендер аз. Биология. Наурыз көженің қазіргі бұрыннан да солай болу керек. Соның 7 компоненті болады дейді. Кейбіреулер 9 компоненті болады дейді. Құрамды бөлігі. Енді ол негізінен 7 деп айтады. Әліқұлов Зерікбай Әліқұлұлы, биология ғылымдарының кандидаты. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті биология және экология кафедрасының доценті. Шет елдерде ғылыми тәжірибеден өткен. Іргелі ғылым саласында жаңалықтарымен танымал. Биохимик ретінде айтып кететінім, сол Наурыз көженің ішіндегі қандай пайдасы бар. Бұл енді бірнеше күн ішілетін болса да, оның пайдасын айтып кеткен жөн деп ойлаймын. Оның ішіндегі ең біріншісі оған жаңағы жылқының етін қосады. Жаясын, жалын, қазысын деген сияқты. Ол жылқының еті өте бір еттердің ішіндегі өте бір пайдалы жаңа тағам. Себебі сіздер білесіздер, жылқының еті сиырдың етімен салыстырғанда, қойдың және басқа еттермен салыстырғанда бұл салқында қатпайды. Оның себебі, қатпайтын себебі оның құрамында қанықпаған май қышқылдары деген болады. Қанықпаған май қышқылдардың оның ішіндегі ең адамға, ағзамызға пайдалы линол қышқылы, линолен қышқылы, олеин қышқылдар бар. Осы қышқылдар бұл антиоксиданттық қызмет атқарады. Этнография. Наурыз мейрамын ерте уақытта 8 күн тойлайды екен. 8-ші күні бұлақ болсын, құдық болсын, әйтеуір бір су болатын болса, соған қан шашқаннан кейін су тәтті болады. Сол тәтті суды ішіп, сонымен тойтарқар болады дейді. Көктас жібейді деген, ол хандар жібейді. Хандар сондай бір қайырымдылық жасайды. Патшалар қайырымдылық жасайды. Осы күн деген мағынада да қолданылуы мүмкін ғой деп ойлаймын. Өйткені айтып отырмын ғой, көктас
таққа отырмай хан атағына ешкімді ала алмайды. Сол себептен хандар осы наурыз күні ұлыстың ұлы күні деп сол мемлекет тарапынан үлкен бір халыққа арналған бір қайырымды істерді атқаратын шығар. Сол себептен Самарқандтың көктасы жібіді деп сосын айтатын шығар деп ойлаймын. Бұл да біздің наурыз тойлаған кезде есімізде болатын бір дүние. Кейде біз осы наурызды қалай тойларымызды білмей, баланың тұсауын кесу, бесікке салар сияқты неше түрлі бір күнделікті тіршілікте қолданып жүрген дәстүрлердің барлықтарын осы наурызда алып шығып жатамыз. Бұл да дұрыс шығар. Бірақ жалпы мемлекет болып осыған маңыз беру үшін мемлекет тарапынан үлкен бір шаралар атқарылу керек. Шежірелерге қарасақ, Машқұрдың жазбаларына қарасақ, наурызға байлар алдын ала дайындалады дейді, Машекең айтады. Алдын ала дайындалады және ол дайындық күз айларынан басталып, кәдімгідей қыс түспей тұрып басталып кетеді дейді. Соның бір белгісі жент дайындау. Қарын бәйбішелер жент дайындайды. Соғымның да шиманды дүниелерінің барлықтарын осы наурызға деп сақтап отырады. Бұл түрік халықтарында да, моңғол халықтарында да бар ау деймін. Өйткені қазақта бір ұзын сары туралы бір әңгіме бар. Бұл наурызға қатысты әңгіме. Өйткені қазақтың наурызын моңғол халықтары ұзын сары деп атайды. Наурызда жақсы бір сыйлас адамдар, көптен бірін-бірі көрмеген, сағынған адамдар сый беріп жатады бір-біріне. Түйе бастатқан тоғыз дейді, ат бастатқан тоғыз дейді. Сөйтіп, тоғыз-тоғыздан жағдай кейін адамдар сый береді. Наурызда ерте уақытта қазақ көріседі екен бір-бірімен. Бұл наурыздың басты салтының біреуі көрісу. Неге десеңіз, қазақ қыс бойы әркім өзінің қыстауында алыс бір-бірінен кішкене қиындық жағдайда өмір сүреді. Қыстан шығу оңай болмайды, қаншама малмен алысады. Сондықтан да мына қыс бойы бірін-бірі көрмегеннен кейін сағынып, көктемде бір-бірімен көрісіп, осы наурызда бірін-бірін іздеп тауып жатады. Сол батыс өңірдегі ағайындарымыз көкірек түйістіріп көрісу рәсімін жасайды. Бұның бір мәні меніңше мынада. Бұл 14-ші наурыз бұл мына жұлдыздық күнтізбе бойынша күн тоқты шоқ жұлдызына жақындайды да, тоқты шоқ жұлдызына қарайтын амал, арабша хамал деген жұлдызбен жақын келеді. Жерден қарағанда екеуі беттесіп тұрғандай көрінетін көрінеді. Міне осы кезде жаңағы күн жылынып, көктем келе бастайды деген кәдімгі жұлдызшылы ежелгі астрологтардың енді пайымы. Міне осындан бастап, яғни жылда жаңарады деп есептеледі. Мысалға, биыл біз 1-ші қаңтарда ұлық жылын қайырып тастап жүрміз ғой. Негізінде ұлық жылы 14-ші, 13-ші наурызда бітеді, жылан жылы кіреді 14-нен бастап. Міне осы уақыттың жаңаруын адамдар жаңа қатынасқа айналдыру. Жаңа қатынаспен бірмен-бірі қайтадан жаңаша сәлемдесу арқылы жаңа күнді бастау, жаңа уақытты бастауды осылай рәсімдейді. Бір жылымыз өтті, аман-есен осы күнге жеттік деп көкіректерін түйістіру. Көкірек деген сөздің өзі мынада. Көк рек, шаң арақ рек деген жұрнақ, бұл айтқанда орысша люк, қақпақты білдіреді. Көктің, аспанның, адамның бойында қақпағы бұл айтқанда. Екінші тағы да сөз бар бізде. Көкей деген. Көкейіңде не бар? Көкей деген, бұл да көк, мына кеудені білдіреді. Көктің үйі, яғни көкке қарайтын үй. Бұл мына осы көкіректе енді чакралар орналасқан ғой, былай айтқанда медицина жағынан да, бұл мына дәл көкіректе чакра орналасқан. Шамасы осы чакраны түйістіру арқылы адамдар өздерінің пиғылдарын, ниеттерін араластыру, біріктіру, біртұтастану дегенді білдіру керек. Жаңағы үстірттегі Маңғыстаудағы 360 әулие дегеніміз ол 360 күнді білдіреді. Ежелгі кезде әр күннің аты болған. Әр күнді Алла Тағаланың адамзатқа берген сыйы деп қабылдаған ата-бабамыз. Әулие тұтынысына сондықтан. Наурызда сосын қызық жері ескі құсқының барлығын өртеген. Қазірде биоэнергетикалық іліммен айналысатын ғалымдар барлығы да ешқандай жоққа шығармайды. Мына ескі нәрсені жақсаңыз, сонымен бірге ескірген жаман энергия қуаттың барлығы жанып кетеді деп есептейді. Соның барлығын біздің ата-бабаларымыз білген. Ескісін аластауды, отпен аластау үйдің барлығын. От барлық
ескірген жағымсыз энергияның бәрін жағады. Осының барлығын білген, аласта осыдан шығып тұр. Сосын жаңа нәрсені тұтыну, бір үстіңе жаңа көйлек болса да, жаңа жейде болса да, кию, сосын жолдықтар атқан. Археология. Қай жағынан алсақ та бізде тарихи жағынан, археологиялық жағынан Наурыздың бейнесі жатыр таста қашалып. Қазақ үшінші күнтізбе, айлық күнтізбенінде күні кешеге дейін тұтынды. Оны айдың тоғысуы дейді, айдың тууы, толысуы деген. Айлық күнтізбе қазақтың ұғымында, пайымында мына ауа райына байланысты қолданылған. Ғылымдағы соңғы жаңалықтар көне заманда адамдар жетік құралдары болмаса да, жұлдызды аспан сырларын жақсы білгендігін дәлелдеп отыр. Француздық археолог Шанталь Жегез-Валкевич ұзақ жылдар бойы зерттеудің нәтижесінде атақты Ласко өңіріндегі жан-жануарлардың суреттерінде жұлдызды аспан картасы бейнеленген деген тұжырым жасайды. Ал ол суреттер осыдан 35 мың жыл бұрын салынған деп есептеледі. Европадағы 100-ге тарта үңгірді зерттеген ғалым тек осы сурет салынған үңгірге ғана 22 наурызда күн сәулесі түсетіндігін дәлелдеген. Сандар сыры. 7 киелі сан бар. 7 киелі сан ғой өзі. Мына тіпті айдың өзі 4-7-ден тұрады. Осы бекерден бекер емес, тағы да космос пен адамзаттың байланысын білдіреді. Қазақтарда көп жерде мысалы 7 қазына дейді, 7 жұт дейді, 7 қат аспан, сосын әлемнің 7 тамашасы деген, сол сияқты 7 деген сандар көп кездеседі. Сол 7-де енді құр қалдырмас үшін наурызда сол 7 түрлі құрамнан құралатын сондайды әзірлеуге тырысады. Енді 7 деген санның қасиеті, ол меніңше ол да астрономияға байланысты. 7 күн болғаннан кейін аптада ол жалпы күнге қарапты есептеуге болады. Ал және де айдың да күнтізбесі бар. Ал бірақ та не жақын болатын болса, сол адамға күштірек әсер етеді. Осы наурызға да тән сол 7. 7 дәмнің басын қосып наурыз көжені істеуі. Ал енді қызық жері қазіргі мына 1 қаңтардағы күнтізбелік жаңа жылымызды да оливье деген салатпен қарсы алады. Ол да 7 нәрседен жасалады. Тағы бір қызық нәрсе, мына жапон ағайындар ясапкуса деген көжесі бар оларында. 7 шөп салып көже жасайды оларда. Олардың да наурызға ұқсас мерекесі бар, қызық жері. Соның бәрі бір кезде бір тұтас болған. Бәлкім әркім үшін көктем әр кезде шыққан кезде, әркім өзінің уақытымен әртүрлі мерекелеген, алыстаған, ал жалпы мазмұны, ырымы көбіне ұқсайды. Мәдениеттану және философия. Еуразия халықтарының бәрінде де бар мейрам. Еуразия халықтары деген ең бірінші мына түркі халықтары, моңғол халықтары, Иран, үндіс, сосын герман тілдес халықтарды айтып отырмын мен. Осылардың түбі осы далалық алқаптан шыққан. Біз мына ботай мәдениеті, жылқышылық мәдениеті деп айтып жатамыз ғой. Біздің эрамызға дейінгі 4-ші мыңжылдықта қазақ жерінде пайда болған алғашқы жылқышылық мәдениет жөнінде. Міне жылқыны қолға үйреткен осы мәдениеттің өкілдері кейін әлемнің жан-жағына қарай кетті, шартарапқа қарай. Соның біреулері ирандық болып атылады қазір, біреулері үндіс болып атылады, үнді арийлер болып атылады, біреулері германдықтар болып атылады, біреулері славян болып атылады. Осылардың қара қазанына біз ие болып қалдық. Біздің дәстүрлеріміздің мықтылығы сонда, біз осылардың барлығының көне дәстүрлерін сақтап отырмыз. Біз бұлардың алтын бесігі сияқтымыз, шын айтқанда. Егер де бұл халықтар түсіне білсе, бұлардың ғалымдары түсіне білсе, олардың алтын бесігі бізде қалған. Жалпы қазақта алтын бесік туралы әңгімелер көп айтылады ғой. Осы алтын бесік бізде. Мына 20-ші ғасырдың басында мына Спасск акционерлік қоғам деген қоғам болды. Мына мыс өндіретін ағылшындардың концессионерлері жасады, ағылшын, американ инженерлері болды. Соның ішінде 7-8 жыл осы біздің қазақ даласында қызмет жасаған Нельсон Фелл деген мықты бір инженер болған екен.
Кейін большевиктер келгеннен кейін бұлар өндірістерін ары қарай жалғастыра алмай кетіп қалды ғой. Бірақ текке жүрмей Нью-Йоркта жақсы бір кітап шығарады. Сонда айтады, мен осы далада 7 жыл өмір сүрдім дейді. Бұл мына Еуразия мәдениетінің кіндігі осы жерде. Осы жерде алтын бесігі, колыбель дейді. Осы жерде осы далада жатыр дейді. Бұлардың дәстүрлерін әлі сақтап отыр. 4-5 мың жылдық дәстүрлерін әлі де сақтап отыр бұл халық дейді. Сондай бір сүйіспеншілікпен жазады. Ғылымдар тоғысындағы наурыз. Альберт Фишлер, академиялық пальма орденінің егері. Францияда қазақ мәдениетін насихаттаған. Абай мұраларын аударып, басуға атсалысқаны үшін Қазақстан Республикасы президентінің бейбітшілік және келісім сыйлығын алған. Наурыз көне заманнан бастау алған сонау Зороастр танымымен байланысты нағыз дәстүрлі мереке. Бұл дәстүрдің қайта өрлеуі, жандануы деп түсінемін. Орта Азияның бар халқы үшін ортақ маңыздылыққа ие дәстүрдің жаңғыруымен, сондай-ақ өркениеттің де жаңғыруымен тұспа-тұс болуы мүмкін. Мен сіздердің еліңізді, Қазақстанды, осы айтулы мерекенің жаңғыруымен құттықтаймын. Себебі бұл ұлттың дәстүрдің қайта өрлеуіне көмегі тиетіні сөзсіз. Бізде аталған мерекені наурыздың 22-ші жылдығында тойлаймыз. Джон Шоберлайн, философия докторы. Гарвард университетінің Ресей және Еуразиялық Дэвис орталығының Орталық Азия және Кавказ бойынша бағдарламалар директоры. Самое слово «Навруз» это происходит. Наурыз сөзі парсы тілінен шыққан деген пікір бар. Парсы тілінде бұл жаңа күн, жаңа таң дегенді білдіреді. Демек күннің түннен ұзарғандығының белгісі. Алайда наурыз сөзінің тегі парсы тілі деп дөп басып айтуға болмайды. Себебі бұл мейрам көптеген халықтарда аталып өтеді. Бүкіл түркі халықтарына ортақ бұл мейрамның дәстүрлі түрде тойлануы сонау тарихы тереңде жатқан кезеңнен басталды. Көп этносты, полиэтносты Қазақстан үшін бұл наурыз мейрамның берері көп. Өйткені бұл этнос пен этносты, адамдар мен адамдарды ұлты бөлек болса да жақындастыратын, басын қосатын, үн қатысу алаңы сияқты үлкен жақсы ниетке бастайтын мейрам. Бұл мәдени мереке деп айтуымыз керек. Рухани мереке. Өйткені бұл тазару мерекесі. Адамның ниеті тазаратын, ойы тазаратын, санасы тазаратын, бір-біріне деген жақсылықты көбейтетін сондай мейрам. Әрине, ізгілік болған жерде, ниет таза болған жерде қылмыс болмайды. Солай ғой. Мынау біреудің ала жын аттамайды, қылмыс жасамайды, қару ұстамайды, кісі өлтірмейді деген сияқты ғой. Міне бұл біздің жастарға да беретін ғибраты мол мейрам деп отырғанымыз сол. Өйткені адамдарды адамдармен жақындастырады. Қазір егер әлемдік деңгейде алып қарайтын болсаңыз, әлемде үн қатысу алаңдары біртіндеп көбейіп келе жатыр. Бізге келіп кеткен Карол Вайтелі, баяғы Иоанн Павел II деген Ватиканның попы келіп кетті ғой. Соның бір кітабын оқып отырсам былай депті. Өркениет араларында, дін араларында айырмашылықтар бар. Бұған таңғалудың қажеті жоқ. Бірақ діндердің арасында, мәдениеттердің арасында, өркениеттердің арасында үлкен ортақ құндылықтар бар. Осыған таңғалу керек. Сондықтан осы ортақ құндылықтарды дәріптеуіміз керек дейді. Міне осы тұрғыдан алып қарағанда, наурыз мейрамының біріккен ұлттар ұйымының тарапынан үлкен мейрам ретінде танылғаны, халықаралық мейрам ретінде танылғаны бұл өте құптарлық нәрсе. ЮНЕСКО-да бұны материалдық емес құндылықтардың қатарына қосты. Демек, біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ғана емес, ЮНЕСКО да наурыз мейрамын мойындады. Өйткені бұның халықаралық деңгейдегі рөлінің өте үлкенін сезді, байқады. Сондықтан да бұл мейрамның келешегі үлкен. Жылдан жылға арта береді, маңызы мәні тойлана береді, халықтар мен халықтарды жақындастыра береді, этностар мен этностарды жақындастырады.